Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл кекстің түрін дүкенге істеп сатсаңыздар да болады. 36 штук кекс шығу үшін бізге 280 грамм айран керек. 50 немесе 72-180 штук кекс шығу үшін қанша айран немесе қанша қант кету керектігін описание бөліміне жазып қоямын. Дәл осы тестамен 36 штук кекс тура шығады. Енді 3 жұмыртқамызды саламыз. 100 грамм жылы суымызды құямыз. 380 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз толық ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Құмшекердің толық еріген-ерімегенін қолмен ұстап байқауға болады. $490 грамм ұнымызға 16 грамм разрыхительді салып, араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құмшекердің толық ерген немесе ермеген осылай қолымызды салып байқап көрсек болады. Егер де құмшекеріміз толық ерімесе, кекстің пісу барысында бетіне қызылдақтар пайда болады. Сондықтан да құмшекерді толық ерігенше араластырып пісірсеңіздер, кексіміз бір тегіс әдемі болып шығады. Ал енді ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымызды толық салып болғаннан кейін, осындай миксердің көмегімен жақсылап, ешқандай да ұн қалып кетпейтіндей етіп, толық масса біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымыз толық араласып болғаннан кейін 150 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Дайын болған массамызды осындай кекстің арнайы қағаз ыдыстарына құямыз. Құю барысында қатты толтырып жібермейміз, жартыдан сәл жоғары болса жеткілікті. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Дәл дүкенде сатылатын жұмсақ кекстің рецепті. Видео рецепті соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Менің алға қойған мақсатым 2000 подписчиктен 10.000 подписчикке дейін жету. Сондықтан да жай ғана көріп кетпей, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.